Саламатсыңдар ма балалар? Қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен бірге құмырадағы гүлдің бейнесін салатын боламыз. Ол үшін бізге ақ қағаз, қара қалам және де түрлі түсті қарындаштар керек. Біз бірінші құмыраны салып жатырмыз, себебі гүл бізде қайда тұрады? Әрине, құмыраның ішінде тұрады. Және де байқағандарыңызда бізде құмыра дайын, ал енді біз гүлдің бастамасын салу керекпіз. Ол үшін бізге 2 шеңбер жасау керек. Ал шеңберден кейін біз гүлдің күлтелерін жасаймыз, яғни 4 күлтені салдық. Ал күлтелерден кейін біз гүлдің несі болу керек? Әрине, жапырақпен жалғайтын бізде сабақтары қажет, және де сабақтарын салып болғаннан кейін бізде жапырақтары қажет. Иә, балалар, қарап тұрғандарындай бізде бейне дайын, енді бізде тек қана бояу қалды. Сабақтарын біз жасыл түспен, яғни сабағы мен жапырақтарын біз жасыл түспен бояймыз. Неге екені біз бәріміз күнделікті өмірде көріп жүргендіктен жапырақ пен сабақ дұрыс жасыл түсте болады. Жапырақтарды бояп болғандықтан бізде енді күлтелер қалды. Күлтелерін біз қызыл түспен және де қызғылт түспен бояймыз. Жалпы гүліміз өте әсем де көркем болып шығып жатыр. Енді көріп тұрғандарындай бізде құмырамызды біз көкшіл түспен бояп жатырық, балалар. Жалпы осы бүгінгі біздің суретімізді сіздер ата-аналарыңызға немесе аналарыңызға сыйлыққа сыйлауларыңызға болады. Сіздермен бірге болғанмен Сағынбек Сымбат, сау болыңыздар.